Саламатсыздар ма? Киімді құрастыру пәнінен тақырыбымыз көйлектің негізгі сызбасын құрастыру. Сабақтың мақсаты: көйлектің негізгі сызбасын құрастыруды үйрену, өлшемдер кестесімен жұмыс істеу, дағдыларын жетілдіру, конструкторлық құжаттамалар жасауға, тапсырмаларды дұрыс құруға үйрену. Біз бүгінгі сабағымызда көйлектің негізгі сызбасын құрастырамыз. Көйлек иық бұйымдарына жатады. Ол 20 ғасырда Римде пайда болған. Көйлек латын сөзінен аударғанда кию деген мағынаны білдіреді. Көйлекке үлгі таңдаған кезде мынадай жайларды ескеру керек. Көйлек қай бағытқа арналып тігіледі, қандай маусымға арналады, дене мүсіні, жас ерекшелігі, көйлектің белгілі бір үлгісін сызбасын сызу үшін негізінен кеуде шеңбері басты рөлді атқарады. Бізге сабағымызға бұйымды конструкциялау дегеніміз киімнің сырт пішіні мен құрылысын анықтайтын процесс. Киімнің конструктивті сызба нұсқасын құрастыру үшін бізге алдымен өлшем қажет. Біз оны типтік өлшемдер таблицасынан 46 размерді алдық. Міне кестеде көрсетілгендей, бірінші столбигімізде өлшемдер атауы, екіншісінде шартты белгілер, үшіншісі негізгі өлшемдер саны. Өлшемдер кестесін жазып алыңыздар. Бойы 158 см, мойын айналымы 17,9, кеуденің бірінші айналымы 44, кеуденің екінші айналымы 46, бел айналымы 35,5, мықынның жартылай айналымы 50, кеуде ені 16,7, артқы бел сызығынан мойынның негізделу нүктесіне дейінгі арақашықтығымыз 46,1. Келесі өлшемдеріміз: алдыңғы бел сызығынан мойын негізделу нүктесіне дейінгі арақашықтығымыз 42,8, кеуде биіктігі 26,2, артқы бұрыш деңгейі қолтық асты 20,7, иықтың қиғаш биіктігі 42, арқа ені 17,8, иық ені 13, иық айналымы 29,1, белдемше ұзындығы 58, кеуде ортасы 9,1. Міне осы өлшемдерді жазып алыңыздар. Келесі, біздің дененің емін-еркін қозғалуына қамтамасыз ететін қосымшалар тұрады. Осы қосымшалар кестесін жазып аламыз. Кеуде қосымшасы 5, бел сызық қосымшасы 3, мықын сызығын қосымшасы 2, арқа енінің қосымшасы 1, кеуде енінің қосымшасы 1,1,5, артқы белге дейінгі ұзындығы 0,5 см, алдыңғы бойын белге дейінгі ұзындығы 0,5 см. Мойынның айналымына қосымша 0,7-ден 1, иық айналымының қосымшасы 6, қолтық ойынысының қосымшасы 2. Енді қосымшаларды жазып болсаңыздар, есептеу барысына көшейік. Есептеу барысы: бірінші біз базистік торды сызамыз. Ол үшін бізде мына формулаларды пайдаланамыз. Бұйым енін табу үшін бізге А0, А1 тең болады кеуденің екінші айналымы, қосылған оның қосымшасы есебімізде 51 шықты. А0Т ол бел ауданын табу формуласы, белдің артқы бойдағы белге дейінгі ұзындығы, оның қосымшасы 42,1 шықты. Белдемше ұзындығы 58, мықын сызығын табу формуласы ТБ тең болады артқы бойдың белге дейінгі ұзындығы бөлінген 2, алу 2. Есебімізде 18,8 шықты. Кеуде сызығы А0Г тең болады артқы бойдың қолтық ойынысының тереңдігі, оның қосымшасы, артқы бойдың белге дейінгі ұзындығының қосымшасы, есебімізде 23 шықты. Арқа енін табу формуласы А0А, арқа ені оған қосылған қосымшасы, есебімізде 18,8 шықты. Кеуде ені А1, А2 тең болады. Бұл жерде бізде жақшашын бірінші орындаймыз. Кеуденің екінші айналымынан аламыз кеуденің бірінші айналымы, оған қосамыз арқа енін, оның қосымшасы, кеуде енінің қосымшасын қосамыз. Есептеуімізбен 20,2 шықты. Қолтық ойынысының ені формуласында А2 тең болады базистік тордың ені, яғни бұйымның ені, алынған артқы бой ені, алдыңғы бой ені. Есептеуімізбен қолтық ойынысының ені 17,7 шықты.
есептеуімізді шығарамыз. Шығарып болғаннан кейін енді біз базистік тордың сызбасына көшейік. Енді есептеу барысымен базистік торды сызамыз. Жаңағы айтқандай базистік бірінші бұйымның ені кетеді. Бұйымның ені бізде көрсетілгенде 51 сантиметр. 51 сантиметр өлшеп алып, А0 нүктесін бірінші нүктесі, А1 кішкентай кеденің ені. Келесі табатын нүктеміз А0Т бел ауданын табу. Яғни ол бізде 42-де 1 сантиметр. 42-де 1 сантиметр жүргізіп, Т нүктесін қоямыз. Келесі ТН. Бұл бізде белдемше ұзындығы 58 сантиметр. Т нүктесіне 58 сантиметр өлшеп алып, Н нүктесін қоямыз. Ары қарай бізде керегі кеуде сызығы А0Г 23 сантиметр. 23 сантиметр өлшеп алып, Г нүктесін қойдық. Т-дан келесі мықын сызығын табу. ТБ формуласында 18-де 8. 18-де 8 өлшеп Т нүктесінен Б нүктесін қойдық. Осы табылған сызықтарды өзара сәйкестендіріп қосамыз. Н сызығын жалғастырамыз. Етек сызығы. Б мықын сызығын жалғастырып сызамыз. Бел сызығын жалғастырып сызамыз. Кеуде сызығын жалғастырып, алдыңғы боймен түйістіреміз. Алдыңғы бойдың түзу сызығын жүргіземіз. Қосылған нүктелерді Г1, бел сызығында Т1, мықын сызығында Б1, етек сызығында Н1 нүктесімен белгіледік. Енді ары қарай бізде керегі артқы бойдың енін табу. Артқы бойдың ені 18-де 8 болды. Ол формула бойынша А0, А кішкентай. Яғни 18-де 8 өлшеп алып, кішкентай А нүктесін қоямыз. Бұл біздің артқы бойдың ені. Алдыңғы бойдың ені 20-да 2, яғни А1 нүктесінен 20-да 2 сантиметр өлшеп, А кішкентай А1 нүктесін қоямыз. А2 нүктесін қоямыз. Енді бізде қалғаны қолтық ойындысының ені 11-де 7. Есеппен шықты, өлшесек 11-де 7 шығып тұр. Яғни есебіміз дұрыс шықты деген сөз. Қолтық ойындысының енінен төмен қарай, кеуде нүктесіне қарай түзу сызық жүргіздік. Базистік торымыз дайын болды. Енді ары қарай есепке көшеміз. Есебімізді жалғастыра келе, артқы бой сызбасын құру. Артқы бой сызбасын құру үшін біз алдыменен мойын ойындысын сызуын құрастырамыз. Бұл жерде формула бойынша А0, А нүктесін табу үшін бізде мойын ойындысын 3-ке бөліп, оның қосымшасын қосқан кезде 7 саны шықты. Енді бұл мойын ойындысының ені. Енді мойын ойындысының биіктігін табу үшін бізге жаңағы өлшем бар. А0, А1-ді табу үшін жаңағы 7 саны А0, А 7 саны 3-ке бөлген кезде 2-де 3 шықты. Бұл біздің мойын ойындысының биіктігі. Жалғастырамыз. Иық кесіндісін табу үшін, иық нүктесін табу үшін бізге 2 белгімен табу керек. Формуламызда ТП нүктесі. Бұл жерде иықтың қиғаш өлшемі белге дейінгі, оның қосымшасы 42-де 2 шықты. 42-де 2. Енді иық енінен табу үшін АП нүктесі. АП нүктесін табу үшін бізге иық ені, оған қосылған 2 сантиметр бүкпеге берілетін. Бізде шығады есеппен 15. Бұл бізде айтылғанда 2 нүктенің қиылысқан нүктесін П нүктесімен белгілейміз. Бір сызығымыз бел сызығынан жүреді. Бір түзуіміз 42-де 5, екіншісі А нүктесінен 15 сантиметр. Яғни 2 түзудің қиылысқан нүктесін П нүктесімен белгілеп, бұл біздің иықтың шығыңқы нүктесі болып саналады. А және П нүктелерін бір-бірімен түзу сызықпен қосамыз. Иық бүкпесін сызу. Ары қарай жалғастыра келе, бізде иықта бүкпе болады. Артқы бойдың. АВ нүктесімен белгіленеді ол. Ол нүктенің ара қашықтығын табу үшін АВ формуласында жаңағы иық ені 13,
оны 3-ке бөлеміз, 4-те 3 шықты. Яғни А нүктесінен 4-те 3 сантиметр өлшеп, В нүктесін қоямыз. В нүктесінен төмен қарай бүкпе ұзындығын түсіреміз, 7 сантиметр. 7 сантиметр көйлектерге болады. Бүкпе ені бізде берілгендей 1,5 В нүктесінен В2 нүктесіне қарай иықтың бойымен 1,5 сантиметр өлшеп В2 нүктесін қоямыз да, В1, В2 нүктесін түзу сызықпен қосып, яғни біздің иықтағы бүкпеміз дайын болды. Енді П1 нүктесінен А, Г2 сызығына перпендикуляр түзу түсіріп, қиылысқан жерін П2 нүкте деп қоямыз. Қолтық ойындысының ортасы Г2, Г4 тең болады Г4, Г3. Яғни қолтық ойындысы тең ортасын тауып, Г4 нүктесін мен белгілейміз. Бақылау нүктелерін табу үшін Г2, П2-ні 3-ке бөліп, 2 сантиметр қосып, П3 нүктесін белгілейміз. Бір нүктесін табу үшін Г2 1 формуласын пайдаланып, 0,2 көбейтеміз жаңаға. Г2 мен Г3 сызбадан өлшеп аламыз. Оған 0,5-ті қосамыз, бізде шығады 2-де 8. Бұл яғни бұрышты ортасынан кесетін бисектриса көмекші нүкте пайда болды. П2, 1, Г4 нүктелері арқылы қолтық ойындысының оймасын жүргіздік. Жалғастыра келе, бүйір тігісінің орнын табу үшін бізде Г2, Г5. Жаңағы өлшемді 3-ке бөлеміз, 3-тен 1 бөлігі болады. Кейбір бұйымдарда сол Г4 орнымен түзу жүргізіледі. Осы түзу сызықты төмен қарай жалғастыру бойынша бел ауданда Т2 белгіленеді, мықын ауданда Б2 мен, етек ауданда Н2 нүктелерімен белгіленеді. Артқы бой сызбасын бастаймыз. Бізге ең бірінші мойын ойындысын сызу керек. Мойын ойындысы есеппен бізде 7 сантиметр шықты. Яғни 7 сантиметрмен А0 нүктесіне 7 сантиметр өлшеп, А нүктесін белгілейміз. Жаңағы 7 сантиметрді енді биіктігін табамыз. 7 сантиметрді 3-ке бөліп, 2-де 3 сантиметр өлшеп, бұл бізде А2 нүктесі мойын ойындысының биіктігі. Мойын ойындысының биіктігін біз осы нүктелерді өзара бір-бірімен қосамыз. Демек, доғал модель дейміз. Келесі бізге керегі иық бүкпесін табу. Иық сызығын табу үшін бізде және айтқанда 2 нүктенің қиылысуымен табылады. Бізде Т нүктесінен 42 сантиметр, 42-де 5 сантиметр өлшейміз. 42-де 5. Бұл жерде әрине циркуль пайдаланған дұрыс болар. 42-де 5 сантиметр өлшедік. Келесі екінші сызығымыз иық ені бізде 15 сантиметр дедік. Он 15 сантиметр өлшетсек, мына ауданда болады екен. 2 түзудің қиылысқан нүктесін П нүктесімен белгіледік. Бұл біздің иық ені шықты. Және айтқандай, енді бүкпе орнын табу. Бүкпе орны иық сызығын бойымен 4-те 3 сантиметр аралықта В нүктесін таптық. Бүкпе ұзындығы 7 сантиметр дедік көйлектерге. 8 сантиметр өлшедік. Бүкпе ені 1,5 сантиметр болды. Бұны бізде В1 дейміз. Мына нүктені В3 дейміз. Енді бір-бірін өзара қосып бүкпе ені шығардық. Жаңа айтып кеткендей, П нүктесіне перпендикуляр А, Г нүктесіне түсіреміз. Г3 нүктесіне түсірдік. Бұны П2 нүкте деп белгілейміз. П2 нүктесін біз П2 нүктесін 3-ке бөліп 2 сантиметр қосамыз дедік. Жаңағы
3-ке бөлеміз. Сызбадан өлшемізде 19-да 3-ке бөлеміз. 8-ден шығады. 8 сантиметр өлшеп P3 нүктесін қойдық. Енді бізге биссектриса нүктесін табу керек. Биссектрисамыз 2-де 8. Бір нүктесін таптық. Биссектрисамен шығатын бір нүктесі. Биссектриса деген бұрышты бөледі. Қолтық ойындысының тең ортасы бізде G4 нүктесі болады. Тең ортасын өлшеп салсақ 11-де 7-нің жартысы. Не? 6-дан асқан 6 болады. Енді қолтық ойындысын әрлеу керек. P нүктесінен P3-ке, қиғаш сызықпен P3-тен 1-ге, бір нүктесінен G4-ке доғал сызықпен модельдейміз. Артқы бойдың қолтық ойындысы дайын болды. Келесі үйір тігісінің орны G2, G5-ті табу үшін оны 3-ке бөлеміз. Яғни осы G5 нүктесін табу үшін бізге мына 6 сантиметрді 3-ке бөлсек, 2 сантиметрден шығады. Яғни 2 сантиметр жылжытамыз да, бұл нүктені G5 деп қоямыз. Кейде ол тік сызық жүргізу тура осы G4-пен де жүргізуге болады. Ол көйлектің үлгісіне байланысты кетеді. Алдыңғы бой сызбасын құрайық. Мойын ойындысын сызу бізде T1 нүктесінен H нүктесіне жоғары қарай артқы бойдың белге дейінгі ұзындығына қосымшасын қосып 43-те 3 шықты есептеумен. Мойын ойындысын жалғастыра келе артқы бой сызбасынан мойын ойындысын есептейміз. 7 сантиметр болды. Соған 1 сантиметр қосып A4 нүктесін жүргіземіз. Төмен қарай мойын ойындысын әзірлеу есебі шықты. Ескерту, осы жерде ескерте кетейік. Егер алдыңғы бойдың белге дейінгі ұзындығы артқы бойдың белге дейінгі ұзындығынан 6 сантиметр одан да көп болса, мықын және етек сызығын өзгерту керек болады. Онда бізде 1-де 4-те айырма қажет болып, бел сызығынан T6 нүктесіне түсіру қажет болады. Кеуде ортасын табу көлемін жалғастыра келе, тең көлең сызық сызып T2 нүктесімен қосамыз. Бұл жерде H мойын ойындысының биіктігі T1 нүктесінен көтереміз. Алдыңғы бойдың ортаңғы сызығын G7 кеуденің ортасы, яғни 9-да 1. Енді A4 нүктесінен G8 нүктесіне кеуденің биіктігі 26-да 2 сантиметр алынады. A4 нүктесінен A6-ға жүргізу үшін мына формуламызды пайдаланамыз. Жаңағы кеуденің бірінші айналымнан екінші айналымын алып тастап, оны 2-ге көбейтіп, 2 қосамыз. Яғни бүкпе ені бізде 6 сантиметр шығып тұр. G8 A6-ны G8 A4 бір-біріне теңдей қостық түзу сызықпен. Бұл бізде кеуде биіктігі. Қолтық ойындысының биіктігі G3 P4, G3 P3, 3 нүктесі бір-біріне тең болады. P4 P41, P41 нүктесін оңға қарай жылжытып 0,6 сантиметрмен белгілейміз. Иық кесінділерін сызу 2 таңбалы P5 иық нүктесін табу үшін P5, P4 нүктелер көмекші тік сызықпен қосып, оны 2-ге қақ бөліп 3 нүктесін саламыз. Оған 1 сантиметр биіктіктен перпендикуляр түсіріп 4 нүктесін аламыз. Иық нүктесі P5, P51, 0,5 сантиметр қалдырамыз. Бұл матаның созылуын азайту үшін. Иық кесіндісін соңғы рет бір қалыпта сызықпен жүргіземіз. Көмекші нүкте бұрыш биссектрисасында G3, 2 тең болады. 0,2 көбейтілген G2, G3. Бұл жерде G2, G3-іміз 17-де 1. 11-де 7 көбейтілген 0,2 тең болады 2-де 3. Яғни біздің көмекші
бисектриса нүктеміз 2-де 3. Бұрышты 2-ге бөліп, 2 нүктесін қойып, енді біздің қолтық ойынсы нүктелерін бір-бірімен жалғастырамыз. P3, P5, P41, 2, G4 нүктесімен қолтық ойынсысы тоқтайды. Осымен біз алдыңғы бойды құрастырдық. Алдыңғы бойдың сызбасын құру бізде Т1 нүктесінен 43,3 сантиметр қалдырамыз, яғни алдыңғы бойдың мойын ойынысын 43,3 нүктесін Т1 нүктесінен жоғарыға қалдырдық. Оны А3 нүктесі белгіледік. А3 нүктесінен енді алдыңғы бойдағыдай мойын ойынысы 7 сантиметр болды. Сол 7 сантиметрді өлшейміз осының бойымен. Бұны біз А4 нүктеде белгілейміз. Мойын ойынысының тереңдігі бізге мойын ойынысының тереңдігіне 8 сантиметр дедік. 8 сантиметр өлшеп А5 нүктесімен белгілеймізде. Осы А4 пен А5-ті доғал сызықпен әшекейледік, өңдедік, сызып. Біз енді ары қарай бізде жалғастыратынымыз кеуденің ортаңғы сызығы. Оны G7 нүктесінен 9 сантиметр өлшеп, G7 нүктесін қоямыз. Осы сызықтан төмен қарай Т6 нүктесіне түсеміз. Енді кеуденің биіктігі бізде 26-да 6. А4 нүктесімен G7-ге қиылысатын жерді G6 деп белгіледік. Бүкпе ені бізде 6 сантиметр болды. 6 сантиметр өлшейміз. Кеуденің бүкпе ені. Ендігін А6 нүктесімен белгіледік. Яғни G6 мен А6-ны. Бұл жақта 26-6 болса, мына бүкпенің келесі жағы да 26-6 болып өлшенеді. Енді қолтық ойынысындағы нүктелерді табу үшін біз артқы бойдағы P2 мен G3-ті өлшейміз де алдыңғы бойға саламыз. G4-іміз, G3-іміз және P4-іміз артқы бойдағыдай өлшенеді. Оны да 3-ке бөлеміз. 3-ке бөліп P3 нүктесін, P4 нүктесін табамыз. Тура артқы бойдағыдай P4 нүктесін таптық. Оны 0,6 сантиметр жылжытып, P41 нүктесін белгілейміз. 41 нүктесін белгілегеннен кейін P5 нүктесін табу үшін бізге иық өлшемі керек. Иық өлшемі 13 сантиметр. Яғни А6 нүктесінен 13 сантиметр өлшеніп, келесісі міне P41, P4-тен бисектри 2 сызбаның, яғни мына жерден 2 сызықтың қиылысу нүктесі біздің иық нүктесі болады. P5 нүктесі. Артық сызықтарын өшіріп тастаймыз. Енді P4 пенен P5-ті тік сызықпен қосып, тең ортасын тауып, оны 3 санымен белгілейміз де 1 сантиметр перпендикуляр түсіріп, бұны 4 санымен белгіледік. P5, 4, P41. Енді біздің бисектриса арқылы табылатын нүктеміз 2,5-де 3 сантиметр. Бұл 3 деген нүктеміз. Және P41, 3, G4 нүктесіне біздің қолтық ойынысын
сыздық. Алдыңғы бойдың бүкпесі сызылды, мойын ойындысы, кеуде ортасы табылды. Жан сызығы сызылды. Қолтық ойындысымыз көрсетілген. Міне біздің тік көйлектің негізгі сызбасы дайын. Қолтық ойындысының нүктелерін бір-бірімен қосамыз. П5, 4, П41, 2, Г4 нүктелерін бір-бірімен доғалдап қосып, қолтық ойындымызды әрледік. Енді біздің алдыңғы бойымыздың есебі дайын болды. Сызбасына жалғастырайық. Сызбамызды аяқтадық. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, маған жазыңыздар. Енді осы түсінгендеріңізді қорыту үшін бақылау сұрақтары. Сызба конструкциясы негізінің базистік торын құрайтын сызықтарды атайсыздар. Екінші сұрағымыз: артқы бойдың ортаңғы сызығы қалай құрастырылады? Артқы бойдың қолтық ойындысының сызығы қалай құрастырылады? Алдыңғы бойындағы мойын ойындысының биіктігі немесе баланс нүктесін қалай табады? Бесінші сұрағымыз: артқы және алдыңғы бойындағы бүкпелер енін қалай анықтайды? Осы сұрақтарға жауап бересіздер, жауабын маған жібересіздер. Бүгінгі сабағымызды осындай критерийлермен бағалаймыз. Таблицада көрсетілгендей. Өлшемдер таблицасын пайдаланады, яғни 0,5-тен 1 балға дейін. Екінші критерий: құрастыру формулаларын түсінеді, 1-ден 2-ге дейін. Үшіншісі: негізгі өлшемдердің шартты белгілерін біледі, 0,5-тен 1-ге дейін. Төртінші: қосымшалардың шартты белгілерін біледі, 1-ден 2-ге дейін. Бесінші: құрастыру сызықтарын анықтайды, 0,7-ден 2-ге дейін. Қолтық ойындысының құрастыру түсінеді, 1-ден 2-ге дейін. Яғни бізде толық үздік дегеніміз 10 балл шығу керек. 8-ден 10 балға дейін үздік, 8-ден 6-ға дейін жақсы, 6-дан төмен болса қанағаттанарлық, талпын деген бағамен бағаланасыздар. Бұл жерде бұл критерийлерді мен сіздердің сызбаларыңыздан, сұраққа жауап берген жауаптарыңыздан бағалаймын. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Көйлектің негізгі сызбасын құрастырасыздар. Бүгінгідей, бірақ өлшемі 44-ші өлшемге құрастырасыздар. Назарларыңызға рахмет. Үйде болыңыздар.